Biz bugün mınандай жерге keldik. Ulттық музей қазақ елінің. Қазір сол жерге кіреміз. Ане жерде Мағауия тұр. Мағауия музейлер жақсы көреді. Ана жерде пирамида, дворец мира и согласия дейді. Мына жерде мынандай монумент независимости, на көше тәуелсіздік сияқты. Ана жерде домалақ анау шабыт деген университет сияқты. Мынау дворец независимости деген үлкен әдемі концертный зал. Осындай жерге біз бүгін келдік. Қазір кіреміз музейге. Музейге барып тұру керек. Біраз адамдармен сөйлесіп жүрмін Астанадағы. Ол қайда, ол не, білеміз ғой, бірақ ішіне кірген жоқпыз ғой деп маған жауап береді. Біз осы музейге 3-4 рет әдейі келдік Ақтөбеден. Қазір енді Астанада болғасын. Бүгін республика күні, кеше бүгін соған әдейі келдік. Тағы да жаңағы эмоцияны көтереміз, өткен кеткенді білеміз деп. Балдарды міндетті түрде әкелу керек. Сіз білесіз ба, осы Францияда бір күн апта сайын әдейі бір күн сәрсенбі ма сол күні әдейі бүкіл балдарды мектептен босатып музейге алып келеді. Музейге баратын күн әдейі болады. Вот сондай біздің қазақ елінде де болса, сонда біздің ел сондай мәдениетті, тәртіпті, сондай жақсы деңгейде болады деген үміт бар. Өзім солай ойлаймын. Музей, культура, искусство, театр, соған көңіл бөлуіміз керек. Енді біз үлкен адамдар осыған көңіл бөлмесек, жастар қай жақтан үйренеді? Соны сізге өтінеміз. Сондай біздің қазақ елі осындай деңгейге, Европа, Американың деңгейін жету үшін осындай салаға көңіл бөлу керек. Тек қана ақшаның соңында жүрмей, бәрін жамандамай, ойбай анау жаман, мынау жаман деп.